Бисмилла. Ислам Арабтың діні емес, Алланың діні. Ислам соңғы пайғамбары Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламды біреулер араб болған үшін исламды қаралайды. Исламға күйе жағушы сұрақтарға жауап. Бірінші сұрақ. Ислам Құдайдың діні болса неге пайғамбары араб? Жауабы. Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам пайғамбардан бұрын әр үмметке яки ұлтқа бір пайғамбардан келген. Мысалы, Ибрахим алейхиссалам, Бабыр, Палестина, тағы басқа жерде жүргенде, Лут алейхиссалам Садум еліне елші болды. Муса алейхиссалам Мысыр, пайғамбар өмір сүргенде, Шуайб алейхиссалам Мадиян деген өз еліндегі миссиясын аяқтап еді. Сол секілді Құранда 25, хадисте 124 мың пайғамбар келіп кеткені айтылады. Ал Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар ақыр заман пайғамбары. Және өзі жалғыз бүкіл адамзатқа пайғамбар болып келді. Араб болғаны оның пайғамбарлығын жоққа шығармайды. Себебі ол қазақ болса, арабтар яки басқа ұлттар пайғамбар емессіңдер еді. Ал ұлттан болмаса, адамзаттан болмаса, періштеден болғанда, сен періштесің, біз адамбыз, саған ілесе алмаймыз деген сылтау айтар еді. Екінші сұрақ. Сауд Арабиясы. Ислам діні шыққан Сауд Арабиясы қазір Қытайдың мұсылмандарға жасаған қиянатын қолдады. Америкаға еліктеп, түнгі клуб, сауна сияқты нәрселер жасай бастады. Жауабы. Сауд Арабиясы дін шыққан жер. Әрі пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам туып өмір сүрген жер. Сондықтан да ол ел Мекке, Мәдина қалалары әр мұсылман үшін ыстық болады. Бірақ қазіргі Сауд Арабиясы басшылығы пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам көрсеткен жолмен жүрмейді. Олар 18 ғасырда пайда болған Мұхаммад Абдул-Вахабтың вахабизм жолмен жүреді. Ал Мұхаммад Абдул-Вахаб Ибн Таймия жолын ұстанған. Ибн Таймияның ақидасы кейбір деректерге сәйкес христиан дінінен алынған немесе соған ұқсайды. Үшінші сұрақ. Ислам хақ болса, фанатизм, терроризм неге жасайды? Жауабы. Терроризм жасап жатқан елдерде Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам жолмен жүрген жоқ. Иран, Сирия, тағы басқа мемлекеттер шит деген бағытта. Фанатизм деп кімді айтасыз? Бұл сөзді естігенде футболшыны жақсы көрген, соның туын бетіне салған, шашын соған ұқсатып жасаған жанкүйер елестейді. Қазақстанда ислам фанатизмі бар ма? Пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалам жақсы көру, сахабаларын айту, оны насихаттау, фанатизм десеңіз, олардың өмір сүрген жолын оқып көріңіз өзіңіз. Олардың ешбіреуі де маған соқыр ер деп айтпайды. Сіз фанатизм деп жүрген нәрселер олар фанатизмге жатпайды. Мысалы, патриот деген кім десе, елін, жерін, тілін, ұлтын сүйетін адамды айтамыз. Ал ол, мен патриотпын, бірақ орысша сөйлеймін десе, оның патриот екеніне күмәніңіз болады ғой. Сол сияқты мен ислам дініндемін, бірақ пайғамбарына, оның сахабаларына ермеймін десе, ол мұсылман бола ма? Фанатизмге салынып, жихад деп, сен кәпірсің деп жүргендер, олар фанаттар емес, бұлар адасқандар болады. Фанатизм бұл
көркем мінезді болу, өзгеге қолыңмен де тіліңмен де зиян келтірмеу.